Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болатын хрустящий корочка, іші өте сочный, нежный тауықтың аяқтарын дайындайтын боламыз. Ол үшін тауықтың аяқтарын алдымен жуып, жақсылап тұздап аламыз. Қызыл паприка менде копченый. Жақсылап үйкелеп сіңдіреміз. Ыдысымызға салып, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін соусымызды дайындаймыз. 2 тіс үлкенірек сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Және де 1 стакан йогурт қажет болады. Болмаса, айран пайдалансаңыздар болады. 1 шай қасық кепкен ас көк, 1 ас қасық лимон шырыны, және 1 шай қасық горчица қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Бұдан бөлек бізге панировочный сухари қажет болады. Менде панировочный сухари сары түсті. Тауықтың аяғын соусымызда ұнатамыз, және панировочный сухаримызды ұнатып, бәрін дайындап аламыз. Бәрін дайындап алған соң, алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкада 45 минут пісіреміз. Тауықтың аяқтары дайын болды. Сырты хрустящий, өте әдемі дәмді, іші сочный, жұмсақ, өте сондай дәмді болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Балаларыңызға да, жанұяларыңызға да өте ұнайтын сүйікті рецепт болады. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді рецепттер бар. Рецепттерді жіберіп, жоғалтып алмас үшін тіркеліп қоңырауды бас қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа рецепттің шыққан туралы хабарлама келіп тұрады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.